Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында енді пайда болған кездегі әжімдердің алдын алуға арналған ең оңай екі ингредиенттен тұратын маска жайлы білетін боласыздар. Егерде осындай бет күтімі, шаш күтімі, негізі сұлулық жайында ақпараттар, видео не болмаса лайфхактар қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген арнайы видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер сіздің бізбен бөлісетін сондай пайдалы ақпарат не болмаса видео болса, міндетті түрде комментария бөліміне жазыңыз, бірге рецептін жасап результатқа жетіп көрейік. Ал сәттілік, видеоға кірісейік. Маған келетін жиі сұрақтардың бірі ол мимикалық әжімнен қалай құтыламыз. Мимикалық әжім деген адам эмоциалдық түрде, яғни сөйлегенде, күлгенде, көңіл күйі болмаған кезде, қабағын түйгенде ол бет мүшесімен жұмыс атқарады. Яғни сол кезде бетімізге мимикалық әжім түсінеді. Өте көп күлетін адамдардың көзінің айналасында және бетінің ерінің астында болады. Қабағын көп түшітіп, не болмаса өте жұмысқа беріліп, белсенді жұмыс істейтін кісілердің қабағында өте жиі пайда болады. Ол мимикалық әжімдерді алдын алуға болады және де толығырақ одан құтылуға да болады. Оған арналған рецепттарда, маскаларда дайын кремдердің де сан алуан түрлері бар. Мимикалық әжім түседі деп мүлдем күлмей, не болмаса қабағымызды түспай қоймаймыз. Ол табиғи заңдылық, дәл солай өмір сүре береміз. Тек қана оның алдын алуға арналған 15-20 минут уақыт күніне қажет етеді. Сол үшін күнделікті өзіңіз не болмаса таңертең, не болмаса жатар алдында өзіңіздің уақытыңызды бөліңіз. Яғни, мысалға, таңертең әлде кешке қалай сізге ыңғайлы, бет күтіміне бөлген уақытыңызда ең алғашқы контрастты жуумен бастайсыз. Яғни, суды тым ыстық, не тым салқын қылып, кезек алмастыру арқылы бетіңізді 4-5 рет жуып алу қажет. Тек қана давление, яғни қан қысымы бар адамдарға болмайды. Бетімізді жуып болғаннан кейін міндетті түрде аптасына 2, не болмаса 3 рет 10-15 минутқа бетімізге маска жасаймыз. Масканы мысал ретінде мен қарапайым жұмыртқаны кеңес беремін. Себебі жұмыртқаның құрамында лифтинг эффект, яғни биоревитал, бізге керек мезотерапияның барлық химиялық элементтері бар. Яғни ол біздің бетіміздегі мимикалық әжімді түзеуге, бетімізді тартуға және ылғалдандыруға жақсы септігін тигізеді. Жасалу жолы өте оңай. Қарапайым осы жұмыртқаның сары уызын бөліп алып тастап, ақ уызына жүгері не болмаса картоп крахмалын 1 қасық араластырамыз. Яғни сары уызын алып тастап, ақ уызға жүгеріні 1 шай қасық салып, жақсылап араластырып, жуылған таза бетімізге 10-15 минутқа жағып қоямыз. Жүгері не болмаса картоп крахмалы ол бетіміздің пигментация, яғни қара дақ, керек емес күнге күйген жерлерді кетіріп, бір қалыпқа келтіріп, яғни бет терісінің түсін қалпына келтіріп, жұмыртқа әжімдерді лифтинг эффект арқылы кетіруге, екеуі қосынды реакциямен бетіңізді жасартуға және де алдын алуға жақсы септігін тигізеді. Аптасына 2 немесе 3 рет 10-15 минутта ұстайсыз. 15 минуттан кейін бетіңізді салқындау сумен жуып тастап, арнайы гидрофил масло, яғни гидрофил майын қолданасыз.
Гидрофил майын жағып болғаннан кейін міндетті түрде бетке жаттығу жасаймыз. Және де міндетті түрде бетке арналған массаж жасайтын болсаңыздар, бетіңіздегі, көзіңіздегі, қабақтарыңыздағы және екінші подбородықтан міндетті түрде құтыласыз. Тек қана регулярды түрде, яғни уақытында жасап отыру қажет. Күніне 10-15 минут уақыт бөлсеңіз, бір айда кемінде результатқа жететін боласыз. Жаңағы бетке арналған мен массаждарды менің каналыма өтсеңіз, мен көрсеткен болатынмын. Көз айналасында, қабақта және екінші подбородоктан қалай құтылуға болады деген. Мен өзім кешкісін тамақты ішіп болғаннан кейін жатар алдында 10-15 минут бет күтіміне міндетті түрде көңіл бөлемін. Ең алдымен айтып өткендей контрастты жуыну, бетке маска және гидрофил жағып массажымды жасап, бетіндегі мимикалық әжімдердің көбеймеуіне әрекет етемін. Одан кейін міндетті түрде 10-15 минут май бетке сіңгеннен кейін ылғалдандыратын крем жағып ұйқыға кетемін. Ал таңертеңгісін дәл солай контрастты жуыну, жаңағы керекті өзімнің 5 этапты жуыну бет күтімнен кейін ең соңында SPF крем жағып жұмысқа кетемін. BB крем тоналканы өте жиі пайдаланбаймыз. Егерде пайдаланатын болсаңыз, міндетті түрде түнде жуып жату керек. Себебі оның құрамындағы химиялық элементтер бетімізді кептіріп, бет терісінің ылғалдығын жою кетуіне қатты өзінің орасан кері әсерін тигізеді. Ал құрғақ бетке міндетті түрде әжім ерте бастан түседі. Сол себепті өте маңызды.